Залым түлкі ертегісі. Бір күні арыстан ұйқыдан жаңа оянып, есінеп отырса, салып ұрып түлкі келеді. «Сәлеметсіз бе, арыстан аға? Әдейі іздеп келдім», дейді түлкі. «Жай ма?» деп сұрайды арыстан. «Арыстан аға, сонау Қарлытаудың ар жағында балбырап тұрған бау бар. Таудан шыға берісте көкарай шалғын сайы бар. Сол сайдың бойында маңырап жайылып жүрген сансыз көп қой бар. Қасыңызға біраз нөкер ертіп алып барсаңыз, шіркін-ай, шылқыған майға бір кенелер едік-ау». «Мынауың ақыл екен», дейді қарны ашып отырған арыстан. «Ол қойларға тезірек жетейік, қасымызға кімдерді алсақ екен?» «Жүректіден жолбарысты, білекті аюды, қарулыдан қасқырды алайық», дейді түлкі. «Өңкей батырдың ортасында бір қорқақта керек болар, қоянды да ала кетейік». Арыстан түлкінің тілін алады. Сөйтіп арыстан, жолбарыс, аю, қасқыр, түлкі және қоян жолдас болып сапарға шығады. Кешке қарай орманның ашықтау бір алаңқайына жетіп, түнемекші болады. Арыстан қанталаған көзімен серіктерін бір шолады да: «Қарнымыз ашты ғой, не жейміз?» деп ақырады. Сонда түлкі арыстанның алдына келіп, қол қусырып тұрып былай дейді: «Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Аю біздің апамыз, апамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биге кім тисін? Қасқыр біздің қабан би, қабан биге кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім тисін? Қоян біздің қойымыз, қойымызды сойыңыз». Қарындары ашып отырған аңдар қоянды тарпа бас салады. Ол күні қоянды бөліп жеп, бармен базар десіп жатады да, ертеңіне тағы да жол жүреді. Күнімен демалмастан жүріп, кешке қонуға бір сайдың басына келіп тоқтайды. Арыстан түлкіге қарай бұрылып: «Қарнымыз ашты, не жейміз?» дейді. Түлкі қол қусырып тұра қалып былай дейді: «Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биге кім тисін? Қасқыр біздің қабан би, қабан биге кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім тисін? Аю біздің қоңыр қой, қоңыр қойды жық та сой». Түлкінің сөзін естісімен жолбарыс аюды алып ұрып жәукемдей бастайды. Төртеуі аюдың етіне тойып алып ұйықтайды да, ертеңіне тағы да жолға шығады. Төртеуі қас қарая бір өзеннің жағасына келіп тоқтайды. Арыстан тағы да үйреншікті әніне басады: «Қарнымыз ашты, не жейміз?» дейді. Сонда түлкі орнынан ұшып тұрып былай дейді: «Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биге кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім тисін? Қасқыр біздің қасымыз, бүгін жейтін асымыз». Түлкі сөзін аяқтасымен-ақ жолбарыс қасқырды жарып салады. Үшеуі қасқырды жеп алып ұйықтайды. Таңертең тағы да жолға шығады. Күнімен жүріп отырып, кешке қарай бір таудың етегіне келеді. Сол арада түнемекші болады. Үшеуі үш жерде шоқшиып отырады. Сол кезде дәндеген арыстан тағы да түлкіге қарап: «Қарнымыз ашты ғой, не жейміз?» дейді. Түлкі арыстанның ар жағына шығып, қол қусырып тұрып былай дейді: «Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім тисін? Жолбарыс бізге жол азық, бүгін таңға мол азық». Осы сәтте арыстан жолбарысты бас салады. Жолбарыс тыпырлауын қойған кезде түлкі де келіп терісін сыпыруға кіріседі. Екеуі жолбарысты жеп болып ұйықтайды. Таңертең екі дос арып-талып тау басына өрмелеп шығады. Арыстан солқылдап шаршап тұрса, түлкі бір биік шыңның басына келіп: «Арыстан аға, тезірек бері келіңіз» деп шақырады. «Не боп қалды? Төменде қаптап қой жайылып жүр». Ентігіп арыстан жетеді. «Қане,
Түлкі алақанын шапалақтап, жап жақын тұр, әнекей, секірейік қанекей, оп дегенде арыстан шыңнан секіріп кетеді де, тастан тасқа соғылып, қызыл жоса қан болып өліп қалады. Мұны көрген түлкі, арыстан аға, дос едік қой, өлімтігіңді қарға, құзғынға жем қылмайын, деп арыстанның терісін сыпыра бастаған екен.